Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары полиция генерал-лейтенанты Марат Қожаев Түркістан облысына іс-сапармен келді. Кездесуге полиция генерал-майор Мұрат Қабденов пен жеке құрам қатысты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелович Тоқаев ішкі істер саласына өте үлкен қойып отыр. Үміттеніп отыр бізден. Біз осы айтылған саясат, жаңа Қазақстан, адал, әділетті қазақ елін құруымыз керек деп жатыр мемлекет басшымыз. Ал біздің осы құрылысқа қосатын үлесіміз қандай? Ол біздің адал қызметіміз, біздің міндетімізде өзіміздің халқымыздың өмірін, денсаулығын, мүлігін, құқығын қорғау. Іс-шарада сервистік полиция моделі бойынша атқарылған жұмыстарды қадағалау мен өңірдегі жол қауіпсіздігі мәселесін назарға алу, полицейлер арасындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелері қаралды. Одан ары Ішкі істер министрлігінен келген басшы құрам Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі Марат Ахметжановтың тікелей тапсырмасымен жаңадан іске қосылған қорғау қауіпті жүргізуші бағдарламасының жұмысын қарап шықты. Полицейлердің бейне камералармен жұмыс істеуін, сервистік полиция мен цифрландыру бойынша жасалып жатқан жобаларды бақылады. Осылайша Түркістан облысының полицейлеріне қылмыстардың алдын алу мен болдырмау мақсатында профилактикалық жұмыстарды жандандыру, учаскелік полиция инспекторларының қызметін нығайту, қызметкерлердің арасында сыбайлас жемқорлықты болдырмау туралы бірқатар тапсырмалар берілді.